Сәлеметсіздер ме менің сүйікті оқырмандарым, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен тойымды әрі әдемі болып шығатын кешкі ас дайындайтын боламыз. Бұл асты күнделікті тағам ретінде де және де мерекелік қонақ дастарханға жасасаңыздар да болады. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қарап, арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастайық. Ең алдымен табамызға майды қыздырып аламыз. Үстінен ұсақтап туралған пиязды салып жақсылап сарғайғанша қуыратын боламыз. Бұл тағамға керек заттардың барлығын описание бөлімінде толық жазбаша түрде қалдырамын. Пиязымыз жақсылап қуырылды. Енді ірілеп туралған етті салып, оны да жақсылап қуырамыз. Дәл осы кезде тұз саламыз, бұрыш саламыз, қалауларыңызша дәмдеуіштер қоссаңыздар да болады. Және де еттің суы шығады. Дәл осы суы әбден тартылғанша жақсылап қуырамыз. Ет қуырылғанша қамыр илеп қоюымыз қажет. Ең алдымен бөлме температурасындағы жылы суға 1 шай қасық тұзды салып, тұз ерігенше жақсылап араластырамыз. Алдын ала електен өткізілген ұнның үстінен осы суды құйып отырып, орташа тығыздықта қамыр илейміз. Қамырдың басы бірігіп, жақсылап иленгеннен кейін бөлме температурасында бетін жауып, 10-15 минут тындырамыз. 10 минут уақыт өткеннен кейін қамырды тағы да бір илеп қойыңыздар. Менің қамырым үлкен болып кеткендіктен мен екіге бөліп, 2 күлше қылып тындырдым. Достар, сіздер сондай-ақ менің арнамнан бірнеше ыстық тамақтың рецептін таба аласыздар, және де мерекелік дастарханға арналған тіске басарлардың және салаттардың рецептін көре аласыздар. Ет суы тартылғанша әбден қуырылды. Енді үстінен томат пастасын салып, тағы да бір араластырып, үстінен су құйып, етіміз піскенше қайнатамыз. Жақсылап тынған қамырды еттің қамырын жайғандай жұқалап жаямыз. Алдымен ұн сеуіп отырып, қолдың көмегімен жұқартып аламыз. Одан ары қарай оқтаумен жұқартып, жайып жалғастырамыз. Жұқартып жайылған қамырға сәл сұйық май құйып, тұтас бетіне жағып шығамыз. Бетіне ұсақтап туралған пиязды және ұсақ үккіштен өткізілген сәбізді себеміз. Және де дәл видеода көрсетілгенде рулет тәрізді ораймыз. Енді осы рулетімізді бірнеше бөліктерге бөлеміз. Қазандағы етіміз әбден пісті. Енді оның үстінен туралған картопты, сәбізді және мен тәтті бұрышты қостым. Барлығын салып бір араластырамыз және суы қайнағаннан кейін бетіне жаңағы кесілген қамырларымызды тізіп шығамыз. Тамақтың суы жақсылап бұрқылдап қайнағаннан кейін қазанның қақпағын жауып, орташа отта жарты сағат пісіреміз. Осымен біздің тойымды, дәмді, әрі де ерекше әдемі болып шығатын кешкі асымыз дайын. Сіздерге де дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Видеоға қатысты сұрақтарыңыз немесе пікірлеріңіз болып жатса, комментарий бөлімінде жазып қалдырсаңыздар болады. Менің видеом каналым ұнаған болса, міндетті түрде тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.